Dep, erkinlikti көздің қарагіндей сақтап, ұрпақтарға жеткіру бізден міндет. Жүрек түпкірінде сақтаған мекеншілдігіміз, ата-бабалардың елес алдындағы міндетіміз, азаттықтың барынан жоғары бағалаған рухымыз бізді алдыға сүрейді, дем береді. Қырғызстанның келешегі үшін өлкөдегі тыныштықтың, ұлттар арасындағы ынтымақтың барқын сезіп, мемлекеттілігімізді қорғап, биримдигибиздин туысын бийик кармайлы. Әрбір қырғызстандық үшін бұл асыл мақсат болушу абзел. Урматтуу кыргызстандыктар, өлкөнүн өнүгүүсү әрбір жарандын мекенге болгон патриоттук сезимине байланыштуу. Жарандын укугун коргоп, анын эркиндиги сыйлаган мамлекетте жашаган адам гана ошол өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошун эңсейт, максат кылат. Коомубуздун укуктук негизде жашоосу, әрбір адамдын жарандык укугун бийик коюу, адамдык баалуулуктарды бекем сыйлоо биздин өлкөнүн өнүгүүсүнүн негизи. Өлкөнүн узак мөөнөткө өнүктүрүү концепциясында адамдык капитал өнүгүүнүн негизги ресурсу катары алдыга чыкты. Бардык тармакта эркин атааңдаштык орнотулат. Эркиндиктин өзү мамлекетти өнүгүүгө алып келчү ресурс катары бааланат. Эркин адамдардын экономикалык жана саясий укуктары корголот. Менчикти сактоо, эркин ишкерликти жүргүзүү, инвестицияларды коргоо кепилдиги орун алат. Биздин өлкөдө эркин шайлоо укугу камсыз кылабыз. Мамлекетти башкаруудагы демократиялык принциптерди тереңдетебиз. Ел үшін таза қызмет өтө.